Тәуелдеулі табыс септігі. Притяжательная форма винительного падежа. Существительные в винительном падеже отвечают на вопросы кімді, кого, нені, что. Жалғаулары д, д, т, т. После гласных звуков на, не, н. Мысалы, баланы шақыр, пригласи ребенка. Есікті жап, закрой дверь. Мына кітапты оқы, читай эту книгу. Бүгін Азаматты көрдім, сегодня видела Азамата. После притяжательного окончания первого, второго лица присоединяются окончания табыс септік. Д, д. Мысалы, мен баланы жақсы көремін. Я люблю ребенка. Мен баламды жақсы көремін. Я люблю своего ребенка. Мен анамды құттықтадым. Я поздравила маму. Мен досымды күттім. Я ждал друга. Мен сенің балаңды жақсы көремін. Я люблю твоего ребенка. Сен анаңды құттықтадың ба? Ты поздравил свою маму? Сен досыңды шығарып салдың ба? Ты проводил друга. Мен сіздің балаңызды жақсы көремін. Я люблю вашего ребенка. Сіз анаңызды құттықтадыңыз ба? Вы поздравили свою маму? Сіз досыңызды шығарып салдыңыз ба? Вы провожали друга? После притяжательного окончания третьего лица присоединяется окончание табыс септік. Н. Мен ағамның баласын жақсы көремін. Я люблю сына своего брата. Мен досымның анасын құттықтадым. Я поздравил маму друга. Айжан анасының көйлегін үтіктеді. Айжан погладила мамино платье. Экранға назар аударыңыздар. Есте сақтаңыздар.